Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Менің есімім Мырзагулова Жансая Өтеналиевна. Мен бала дәрігермін. Жоғары дәрежелі дәрігер, медицина ғылымдарының магистрі болып келем. Және бүгін алғашқы тақырыбымыз көп жағдайда ата-аналардың қойылатын сұрағы, көп мазалайтын әңгіме, ол баладағы кездесетін іш кебу, яғни колики, вздутие деп аталатын проблеманы қарастыратын боламыз. Өздеріңіз білетіндей, балаларда іш кебу 90% жағдайда кездесіп жатады. Ол дегеніміз бір патологияның белгісі деп қарап алмауымыз керек, себебі дені сау балаларда да бұл жағдай болады. Яғни, егер де сіздің жүйкеңіз шыдайтын болса, бұл нәрсе тез кететін нәрсе екенін ойлап, оған көндігу керек. Мысалға, балаларда 3 айға дейін бұл жалғасуы мүмкін. Кейбір балаларда 1 айда жоғалып кетуі де мүмкін нәрсе. Бірақ көп жағдайда бұл нәрсеге не алып келеді? Іш кебуге алып келетін нәрселер ол ананың дұрыс тамақтанбауы, антибиотиктарды қолдану, қандай да бір дәрі-дәрмектерді қолдану, тікелей балаға берілетін дәрумендердің де әсері болады. Осылардың барлығын анықтау арқылы біз солының әсері бар ма немесе жоқ па екенін біліп отырып, оны алып тастау арқылы анықтай аламыз. Мысалға, кейбір жағдайда балаларда дәрімен берген жағдайда да іш кебу әсері күшейіп, немесе жоғалып кетуі де мүмкін. Іш кебу кезінде қандай белгілер болады? Іш кебу кезінде баланың әлбетте іші томпайып өседі. Және де қолмен басып көрген кезде оның қабырғасы сияқты қаттырақ болып келеді. Егер де іші кеппеген болса, онда жұмсақ басқан кезде қолыңыз ішіне кіріп, әдемі жұмсақ сипалау арқылы сіз біле аласыз. Іші кепкен бала әлбетте өте айқайлап жылайды, ешбір алдауға көнбейді, ембейді, басын артқа шалқақтатып өте қатты жылайды. Және қолдарын жұдырығын жұмып алады, және жер тепкілеп жылайды деп айтамыз. Ол симптом іш кебудің бір нағыз белгілерінің бірі. Енді осы жоғарыда айтылған барлық белгілерді байқаған болсаңыз, сіз баланың іші кепкендігіне толықтай сенімді болсаңыз, онда сіз қалай көмек бере аласыз? Ең алдымен ол өзіңіздің сабырлылығыңыз. Бірінші, ата-ана сабыр сақтау керек. Егер де сіз сабырсыз болсаңыз, балаңыз міндетті түрде тура сол сіздің психикалық, психологиялық барлық жағдайларыңызды әрі қарай қайталауы мүмкін. Екіншіден, балаға көмек көрсету ол массаж арқылы. Массаж жасап, баланың ішіне сағат тілімен, егер бала шалқасынан жатқанда, сағат тілімен массаж жасаймыз ішіне. Және де баланы ішпен жатқызып, арқасынан, тура бел тұсынан сағат тіліне қарсы массаж жасаймыз. Бұл дегеніміз ішектің анатомиялық орналасуына байланысты желдің тез шығып кетуіне мүмкіндік береді. Үшіншіден, ол дәрігерлер жағынан көмек. Яғни, сіздің балаңызды қараған дәрігер арнайы тағайындау жасайды. Бұл кезде бірден дәрілік заттарға жүгірмейміз. Ол дегеніміз сізге осы айтылған заттардың барлығын түсіндіреді, және де дәрілік зат тағайындайтын болса, онда жел шығаратын арнайы препараттар бар. Олар 2 топқа бөлінеді. Біреуінің құрамында симитикон құрамдас препараттар. Олардың атаулары әртүрлі болғанмен, негізгі құрамы симитикон. Және де екінші бір зат, іш кебуге арналған зат, ол дәрілік зат, ол укропная вода деген атпен белгілі тұндырмалар. Оларды да арнайы дәрігердің тағайындауымен бересіздер.
олардың берілуі қай уақытта қалай екені әр препаратқа өзіне сай жазылады. Сол себепті инструкцияға қарап немесе дәрігердің тағайындауы бойынша сіздер бере аласыздар. Келесі бір берілетін дәрілік зат ол ішекке арналған бифидолактобактериялары бар дәрілік препараттар. Оларды егерде балаңыздың іш кебуі, осы коликаның себебі іштегі флораның бұзылуына байланысты деп шешетін болса дәрігер, онда осы препараттарды тағайындайды. Және де бір шетке қойылатын дәрілік зат, оны біз көп қолдана бермейміз, бірақ кей жағдайда болатын көрсеткіштері бар. Ол адсорбенция дейді, яғни ішек қуысындағы артық нәрселерді тазарту мақсатында берілетін сорбенттер. Көп жағдайда балаларда осы тек қана флора арқылы және де массаж арқылы бұл проблеманы шешуге болады. Жоғарыда айтылған әдіс тәсілдерден бөлек баланы емізіп болғаннан кейін тігінен ұстау. Бұл арқылы да біз іш кебудің жеңіл өтуіне көмектесеміз. Және де көп қойылатын сұрақтардың бірі, баланың ішіне қойдың майын жағып қоятын болсақ, кебу кете ме деген сұрақтар қойылады. Бұл дұрыс емес түсінік. Себебі қойдың майы ол жағып қойғаннан ешбір әсерін тигізбейді. Оны массаж жасау кезінде қолды жұмсарту мақсатында, ішті сылау кезінде скользящий қозғалыс жасауға арнап жағуға болады. Кез келген майды қолдануға болады, бірақ бұл көп майдың әсері емес, ал ананың қолымен балаға жасаған контакттың әсері тезірек көмектеседі. Сол мақсатта қолданса болады. Ендігі айтылатын мәселе ол сіздердегі балаларыңызға арналған осы бір көмек жасаймын деп қандай да бір дәрі-дәрмекті достарыңыздың айтуы бойынша, туыстарыңыздың айтуы бойынша өздеріңіз тағайындап, немесе дәріханалардан өздеріңіз алып оларды қолдануға кеңес бермеймін. Себебі кез келген баланың ағзасы ол әртүрлі. Әр баланың ағзасы әртүрлі. Бір балаға бір препарат көмектесу мүмкін, ал екінші балаға ол препарат мүлдем әсер етпеуі де мүмкін. Және де сіздерге белгілі кез келген препаратқа аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. Сол себепті әрбір берілетін затты мұқият қарап, дәрігермен кеңесіп, ең маңыздысы дәрігердің тағайындауымен бергеніңіз дұрыс. Осымен бүгінгі іш кебуге арналған тақырыпты тамамдаймыз. Егер де сұрақтарыңыз болса, төменде жаза отырыңыздар. Келесі тақырыбымыз біздің рахитке байланысты. Егер де бұл тақырып сіздерді қызықтыратын болса, біздермен бірге болып, келесі видеоны да тамашалаңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.